Достар, сәлем. Шыманақта. Ей, тоқта. Анеля, қой. Не істеп атсыңдар? Мама. Дауыстарымның бәрі мынақа шығып атты. Мына есік неғып жауып қойдыңдар? Ана koş, анақта мен иран сындырып тастапты. Ой, бір ана биді билей алмады деймін. Ай! Ана биді билей алмады деймін. Тоқташ, қыздар тыныш. Бірінші түсіндіріп беріңдерші. Анам құлағын жұлдың ғой, құлақсыз қалады ғой кәсісін. Ана биді билей алмадың дегенмін. Түсінсіз ғой. Қай жерсіңсіз, мына бүйтесің, мына бүйтесің. Жоқ, басынан баста. Билей алмадың деймін, ашуланып барып мөлің бәрі сындырып тастады. Тоқта, басынан баста. Бірінші сабырларыңды шақырып алыңдар. Сен сабырың қайда жүр? Өте сабырсыз болып кеттің ғой, Анулек. Міне сабыр, тоқтаңдар, төбелеспейміз. Енді түсіндір, сен Аянаға би үйретіп жатыр едің. Мына биді үйреткен жоқ. Мынау не нәрсе? Қандай би мынау? Мынау дұрыс билемеген. Жоқ, мына бидің аты қандай мынау? Балет. Балет. Әй, шуламаңдаршы, екеуің дауыстарың. Одан кейін қолым кетеді, одан кейін. Жоқ, тоқтаса енді мынау аяғын тұрады. Аяғын қайтып тұрады мына жерде. Міне. Let's own a pin. Аха, сосын мынау қайтып тұрады. Let's own a pin. Сосын мынау. Let's own a pin. Неге let's own a pin деген мынау? Let's own a pin. Не, былай тұрады ғой. Хочу көтес. Let's own a pin. В общем, осы биді үйретіп жатыр Мынау едің. мынандай. Let's own a pin. Қайсы? Мынау кереміз. Мынандай. Let's own a pin. Let's own a pin. Жоқ, ол сен балерина болайын деп жатсыңдар ма сендер? Я? Балет үйреніп жатсыңдар ма? Ай. Суретке салып. Жарайды, оны түсіндім. Ал, бұның енді құлағын неғып жұлып атсын? Аяқтаған мебельдерді сындырып көрейік. Тоқта, құлағын жібер. О, неге мебельдерді сындырып жүрсің, Аяна? Сынданғасын, бай сындырдым, көтеріп тастадым, алып тастадым жұлып. Нені? Жүр, мама көрсетейін. Жай, анам құлағын жіберсең, құлағын. Жұлдың ғой құлағын мен қызымның. Да қойшы. Мебельдің бәрі сындырып. Бұл негізі сынбаған мебель ме еді? Сөйтіп, Аякөш сен сындырып тастадың ба? Неге сындырып тастадың? Сынып тұрған. Енді осыны сындырып деп құлағын жұлып атсың ба, Аякөштің? Қойды, құлағың ауырып қалды ма? Неғып сындырдың бұларды? Айтшы, Аякөш. Тати, түсініксіз үйлерді Аяқта да сынған мебельдер тұр, онда соның бәрін сен сындырып тастадың ба? Бүкіл мебель сындырып тастапсың ғой, Аяна. Сынып тұрған жоқ. Сынып тұрған. Сонымен қайсысына сенеміз, достар? Аякөш осылай мебельдің бәрін сындырып тастапты деп, Анеля оның құлағын жұлып, негізі сенің құлағыңды жұлу керек екен. Өйткені бұл сынбаған, бұл әлі құрастырылмаған мебельдер ғой. Ана, құлағын не істедің, ана? Кешірім сұра. Болмайтын балеттерді үйретіп, шаңартып, ол істей алмаса, жылатып атсың оны. Ол билей алмайды ондайды. Еще суретін, ол сөйтіп сурет салып үйретем екен. Или сендер әшін сала салдыңдар ма? Күшті үйретесіңдер ғой суретке салып. Жүр, мына бөлмеден шығыңдар, табандарын жалтыратып қойыңдар. Мына бөлмеден самса пісіріп жатыр, маған көмектесіңдер. Есіктерін жауып ала бергеніңіз. Ұрма оғызды. Қойсай. Яқсы, жүр, самса пісір, менімен бірге. Жүр, самса пісіреміз екеуміз. Сені жылатты ма, Аяна? Ой, туса енді не ма? Мамасы еркелеткенде сөз таба алмай қалады. Бұның құлағын жұлған нес? Үйретпей қойш. Бар, өзің білеш, ана биін, достар, өзін көрсетейікші, өзіне. Қандай қиын. Нәрсте, давай, кез келген біреуін. Аяна, айтшы. Кез келген біреуін айтшы, осыны істе деп тәтеге. Нән істес? Ойбай, ол не? Қайсы? Бір сызық, сосын андай. Жанна қарай майысқан. Дұрыс емес. Тастап істен ана. Басқа біреу танышы. Өстіп ойнайды өздері. Білмеймін, балерина болғысы кеп жүр. Бір балет туралы мультфильм көрген. Әй, оның құлағына тисе берме. Ең бар ода. Не істеді? Ту,
мына құлағым жеп қойды шыңғырып жүр кеттік самса пісірейікші маған көмектесіңдерші екі қыз осылай самса пісірейін деп жатыр ну готовый ғой дайындап қойған бетіне жұмыртқасына дейін жазып жағып қойған куштың жасағаны не жасады ана булочка ма сондай ғой Яблочко ғой. Қатты анарып, ұсқа демеңдер. Мен аяқшыға ұсқан жоқпын. Просто аяқшыға ойнады, аяқшы отырып. иә екеуі ойнап Мен просто былай істедім. Ауырама мұса айға? Аудан? ойбай мына жақта да мебельдерді сындырып тастапсың ғой аякош үйдегі бүкіл мебельдерді сындырып жүрсің ғой сен ашуланып сындырып коробкаға салып тастапты аяна тиіспе үстіңе құлап кетер қой олардың әлі құрастырылмаған мебельдер ғой просто жаңа әкелген так біз қазір самса пісірейін деп жатырмыз еще достар бізде деген бүгін алғыс күні деп маған Анеля мектепте отырып звондады телефоннан мама мен сені жақсы көрем деп сосын қой айналайын дедім қой десің сонымен мәз болып қалдым ал күнде айтып жүр ғой күнде бір-бірімізге біз айтамыз иә күніне неше рет айтамыз 115 Анелюк 2 рет айтады екен Мен Аяна 115 рет айтады екен мама мен сені жақсы көрем папа мен сені жақсы көрем деп ал Аякош маған осындай күшті открытка әкеп беріпті қараңыздар күшті иә оқып берейін да анашым мама мен сізді жақсы көрем анашым сізге мың алғыс мені өмірге әкелгеніңіз үшін менің тәрбиелі қыз болсын деп тәрбиеледіңіз мен сізді жақсы көрем деп күшті қылып өзі жазып қойды сөйтіп Мама, мен мына маманың бетін ысытып жібердім осындай күшті қылып сәндеп осылай әкеп беріпті маған молодец рахмет мен де сені жақсы көремін Айкөсе біз осылай үшеуміз самса пісіреміз Ангелюк сені де жақсы көремін ғой самса пісіріп қазір чай ішіп аламыз осылай улап шулап үй деген шашылып жатыр әр жерден қай жерге ыңғайлы мына жерде ештеңе жоқ па сол жерге әсел пеш қойып жібереміз да пісіре саламыз сөйтіп әйтеуір общем жиналып бола алмай жатырық қой ничего құдай қаласа боламыз мынау көп самса неғылмай ақ қойыңдар қалып қояды мынау ыстықтай жейсіңдер да бұл келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар видео түсіруге уақыт болмай жатыр бізде бірақ түсіреміз күшті видеолар түсіреміз алдағы уақытта бірдеңе іздеп жүр Аяна мен қазір көрсетейін келесі видеода көрсетші пока давай